Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, әрі тез дайындалатын десерт рецептісімен бөлісемін. Менің әрбір қонақтығым осы десертсіз өтпейді. Кеттік бірге жасайық. Бұл десертке бізге 2 дана банан, қаймақ, грек жаңғағы және де сгущенка қажет болады. Айта кетейін, сгущенканың өте жақсысын, дәмдісін алуға кеңес беремін. Мысалы, рогачев немесе глубокое. Ең алдымен бананымыздың қабығын ашып, төртбұрышты етіп турап аламыз. Бұл десертті жасауға кеңес беремін, өйткені шаймен енді өте күшті кетеді. Дастарханға қойғанда ең бірінші осы десерт желінеді біздің үйде. Сондықтан қыздарға кеңес, десертті жасаңыздар. Өте оңай, әрі үйде бар заттардан жасалады. Бөлек ыдысымызға 200-250 грамм қаймақ саламыз және де 3-4 ас қасық сгущенка салып жақсылап араластырамыз. Егер де өте қатты тәттіні жақсы көрсеңіз, сгущенканың мөлшерін көптеу салсаңыз болады. Бірақ енді көп салмауға кеңес беремін, өйткені орысша айтқанда мықты приторный болып кетеді, себебі банан да өте тәтті. Сондықтан салар алдында дәмін көруге кеңес беремін. Осылай барлығын венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне осылай туралған банандарымызды салып, жақсылап қайтадан араластырамыз. Грек жаңғағын пышақтың көмегімен өте кішкентай қылып майдалап турап шығамыз. Жаңғақты дайын болған массамыздың үстіне салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Десертіміз дайын, осылайша ыдыстарға салып, бетіне шоколад сеуіп, жеміс-жидектермен әдемілесеңіздер болады. Қонақтыққа енді таптырмайтын десерттердің бірі, өте тез желінеді, шаймен енді күшті кететін десерт, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл.